Assalamu hurmatli dostlar. Mana Шаушемер деген базарға келе жатырмыз. Үрімчі қаласында қонақ үйден базарға қарай. Автобуспен жүріп таксимен жүрген негізі өзгеше екен, ол жеке. Мен жүріп жатқан Ернар бауымыз үлкен бизнесмен, іскер азамат. Қазақстанға тартып, Қазақстанның дамуына үлкен үлес қосып жатыр. Соны осы жақта үлкен бизнес идеяларды бастап, елге апарсам дейді. Бұл Олжас деген ағамыз өзі бірнеше тілді меңгерген, бірақ қытайша сәл нағып жатыр. Бірақ жақсы дикциямен түсіндіріп жатыр. Бұл ма деген біздің ағамыз. Жалпы халық қонақжай екен, ол жерге? Қонақжай екен, ашық екен. Біз келмегеннен кейін әртүрлі ойда бола береді екен адам негізі. Анандай, мынадай деп. Сол үшін келіп, осы жерде ары бері жүріп, көріп, сол кезде үйренеді екенбіз. Еш қорықпау керек екен. Үрейді жеңіп келіп, адамдармен араласып, кез келген тілді үйрену үшін де осылай сол елге барып ортасына түсіп көру керек екен. Сол кезде тілді меңгеруде жеңіл болады. А деген әріптің алдында машинаның нөмірі тұр ғой? Машинаның көк нөмірі. А деген әріптің алдында бір иероглиф тұр ғой? Шин деген иероглиф. Жаңа деген сөз. Шин жаң дегендегі шин деген осы иероглиф. Жаңа өлке. Осы жақтың машинасы шин осы нөмірмен тұрады. Мысалы Бейжің дегендегі бей деген солтүстіктегі мағына. Бей деген иероглиф тұрады. Бейжің, Бейжің. Мынақта шин жаң деген. Бізде анау 13, 14 деп, региондар сөйтіп көрінісі да. Шинжаң деген жаңа өлке деген сөз ғой. Кезінде мына территорияда кімдер жоңғарлар отырған. Соларда жоңғар империясы құлағаннан кейін осы жақта Бейжің деген ана сөз. Бейжің гинко деп тұр. Қайсы? Жапон тілімен ұқсас қой иероглифтары. Негіз туыстас халық бұл негізі былай бұдан. Негізі бір-біріне жау дұшпан халық па негізі. Жапондар біраз түркілерге келеді. Неге славяндар да мысалы украиндар мен ресейліктер сияқты бұлар бірақ туыс емес. Жақындық жоқ болғандай? Или біздің өзіміз көзімізге сүйіп көріне бере ма? Өзімізге көріне. Иероглифтер біріне құсағаннан кейін сөйтіп көріне береді ойын ме? Қытайлар кімдерге жоқ? Қытайдың туысы жоқ. Ана Диснейленд деген ана төбелер ғой, сол жақта. Анау ма? Қайда деген сөз сұрақ қойсын. Білетін, А1 деңгейін жарысайын, біраз нені білетін, мынаны сұрап жүрген. Мынау қанша тұрады, мынау жақсы ма, қалың қалай деген сияқты. Мен жақсымын, Өте көрікті қала, үрімші. Мына жақта қараңыздар. Өте көп велосипедтер сатылып жатыр. Қырғызстан есіне ұқсап тұр министерство.
Одан соң құрметті достар, бұл жақта таксиде, басқа жалпы кез келген қызмет түрі барлық арзан екен. Қазір біз мысалы жаңа өздеріңіз көріп жатқандай қонақ үйден осы Шаушемер деген базарға дейін келе жатырмыз. Ол шамамен 2000 теңгедей болып жатыр. Бізде Алматыда болсын, Шымкентте болсын, ондай баға жоқ. Өте арзан екен, ақша өте құнды. 20 000 теңгені айналдырдық, мәселен 300 юаньға. Соның бір шамамен 100 юаньына ғана кетті әзірге дейін. Сондықтан Қытайға келу керек, көру керек. Өмір бір ағырет беріледі, оны Қытайда сүру керек деп қойым ба? Баяғыдан Назарбаев өмір бір ағырет беріледі, оны Шымкентте сүру керек деген ғой. Жоқ, мен айтып отырмын да, енді өмір бір ағырет беріледі, оны Қытайда сүру керек деп. Өткен қонды да ақша. Мына құрметті достар, сонымен бүгінгі шығарылымды аяқтаймыз. Видеоны ұнаған болса, видеоға лайк басып, пікір жазып, сұрақтарыңызды қойып бөлісіңіздер. Арнаға жазыла кетуді ұмытпаңыздар.